Ақпарат легін одан әрі тізбектейміз. Еліміздің барлық өңірін қамтыған 10 азаматтық форум Алматыда өз мәресіне жетті. Ауқымы кең қорытынды жиында демократиялық қоғамның дамуы, азаматтық орта қалыптастырудағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі талқыланды. Сондай-ақ ең үздік үкіметтік емес ұйымдар 15 бағыт бойынша салтанатты түрде марапатталды. Толығырақ Наскен Еркін тарқатады. Биыл 10-шы рет өтіп жатқан азаматтық форум ұйымдастыру жағынан да, мазмұндық жағынан да өзгеше. Шараға арнайы келген ақпарат және қоғамдық даму министрі биылғы форумның бірқатар ерекшелігіне тоқталып, қатысушыларға алғыс білдірді. Форум өңірлік емес ұйымдардың маңызын аша білді. Кәсіби үкіметтік емес ұйымдар тек ірі қалаларда ғана емес, барлық өңірлерде, соның ішінде шалғай аудандарда белсенді екенін көрсетті. Форумның пленарлық отырысында ауылдағы азаматтардың бастамаларын дамыту мәселесі қаралды. Мәселен, жиынға Шығыс Қазақстан облысы, Шымкент қаласы сияқты өзге де өңірдің қоғам белсенділері келген. Олар өз елді мекендеріндегі қоғамдық ұйымдар арқасында білім, туризм, экология, әлеуметтік даму саласында атқарылған қыруар шараны айтып, қуана бөлісті. Негізгі мәселе не үшін халық Катонқарағайдан көшеді? Ол бірінші тұрақты табыс көзі жоқ. Сол себепті біз тұрғындарды қонақ үйлерді ашуға үйретіп, оларға арнайы грант беріп, туризмді дамыту арқылы экономиканы көтеріп жатырмыз. Жалпы мұндай маңызды шараның дәл Алматыда өтуі тегін емес. Себебі азаматтық қоғамның дамыған институттары осы тәуелсіздіктің алтын бесігі Алматыда қалыптасып дамыды. Елімізде алғаш құрылған үкіметтік емес ұйымның 6-ы оңтүстік Астанада орналасты. Алғашқыда елімізде 57 ұйым тіркелген болса, қазір оның саны 14 есе өсіп, шамамен 23 мыңға жуықтаған. Тәуелсіздік алған соң қоғамдық бірлестіктер туралы, қоғамдық кеңестер туралы заңдар қабылданды. Соңғы жылдары әлеуметтік саяси сала дамып, партияларды тіркеу шегі төмендетілді. Әйелдер мен жастардың үлесі ұлғайтылды. Пандемия кезінде жалпы халықтық азаматтық белсенділік артты. Соның негізінде волонтерлік қызмет және қайырымдылық туралы заң жобасы қабылданды. Бұдан бөлек шара барысында биыл алғаш рет 15 номинация бойынша таңдау сыйлығымен әлеумет және қоғам өміріне белсенді үлес қосқан азаматтар марапатталды. Мы организация мам, имеющих особых детей. Біздің орталық ерекше балалары бар аналардың басын біріктірді. Тәуелсіздік алған жылдары көп дүниеге қол жеткіздік. Біз жалпы білім беретін мектептерде тірек қимыл жүйесі ауытқыған балаларға арналған сыныптардың ашылуына ықпал еттік. Сондықтан инклюзивті білім беруді дамыту аталымына біз әбден лайықпыз деп ойлаймын. Мүгедектігі бар тұлғаларға, олардың отбасыларына түрлі білім беру саласында, әлеуметтік салада, медициналық салада жобаларды тек қана мемлекет тарапынан емес, үкіметтік емес ұйымдар атқаруда. Сондай жобалар бүгінгі күні азаматтық форум аясында бағаланып, үлкен нәтиже беріп отырғаны, бұл үлкен біздің енді қуанышты жағдайларымыздың бірі. Сондай-ақ шарада адам құқығы мен бостандығы, халықаралық ынтымақтастық мәселелері 30 жылда қалай дамып жетілгені сөз болды. Айта кетсек, 10-шы азаматтық форум осыдан 5 күн бұрын ел астанасында басталып, онлайн форматта өткізілген еді. Бүгін 150 делегаттың қатысуымен Алматыда қорытындыланды. Жалпы шараға 20 мыңнан астам адам қатысып, белсенділік танытты. Наскен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.